Ну, что я буду соответствовать его созданию, что я его потомок, что я потомок своих родителей, всех своих предков, блядь. Ну, Бақытгүл, Амангелді, Құдай, аспан домалақ ғалам, маған жан берген, мені жаратқан, Амангелді әкешім мені істеген, маған сүйек ми берген, Бақытгүл анашым маған жүрек үшқұрлыс қан берген деп қайта пластинаға жазып күнде айтуға мен сендерге сөз бере алмаймын. Құдайдан бастап әкешім анашымнан аяқтап. Бұл ауру негіз. Қайта махаббатымды дәлелдеген. Өзім білмеймін, мен сендерге дәлелдеймін ғой енді. Өзім мен жүрмін, мен ешқашан ұмытпаймын кім екенімді. Сол уақытта кім болып кетпесем де, мен өзімді ұмытпаймын. Мен бір нәрсені білем, мен кім болып кетпесем де, мен Құдайдың жаратылысымын. Әкешім Амангелді, мәңгі Бақытгүл, анашым Индира әпкем, Мөлдір апайым, Серікқан өгей бауырым, Ержан кенже өгей бауырым, Серікқан тұңғыш өгей бауырым, Серікқан мен Раушан келін, Амина, Диас, Жезихан Ерболан, Индира апайым, Ләззат, Ардақ, Ләззаттың күйеуі, Муслим, Ләззат тұңғыш жиен қарындасым осы әлемде. Ардақ, Данел Ардақ, Диана, Сания, Саят. Құдалар, құда енді қалай айтамын, Әкремхан. Абзал, Жездехан, Мөлдір апайым, Асланның әйелі Алина. Соны енді білмеймін ары қарай. Жаслан, Сезім, Ержан, өгей бауырым, кенже. Аслан ана дүниеде оның әйелі, типа Жеңгешка. Енді үлкен ағам. Көкем ба, ағам ба, ағайым ба. Соны Жеңіс ана дүниеге кет қалған іштен. Тұңғыш Мөлдір апайымның, Абзал Жезиханның ба білмеймін, баласы. Тұңғыш жиен ана дүниеге кет қалған. Соны Оралхан Клара. Қайта мен сендерге махаббатымды дәлелдегенге ант бере алмаймын күндегі. Енді махаббат бар, сендер жүректесіңдер, байланыс бар ғой. Аумын, білмеймін, Зинолда сәлкен мүмкін.